Сондай-ақ 5 солтүстік қазақстандық оқушы өзін өзі тану пәні бойынша өткен республикалық олимпиададан жүлдемен оралды. Қожаберген Жырау атындағы нөмірі 6 мектептің тәрбиеленушісі бірінші орынға ие болды. Іңкәр Ермек жүрегінің түбіне терең бойла тақырыбында эссе жазып, шығармашылық қабілетін көрсете білді. Тақырыпты әріптесім Аманжол Нұртазин сабақтайды. Іңкәр Ермек үшін түрлі деңгейдегі білім додалары таңсық емес. 7-ші сынып оқушысы алдымен облыстық кезеңнен сүрінбей өтіп, кейін республикалық бәйгеге жолдама алды. Алматы қаласында өзін тану пәні бойынша өткен олимпиадасында Іңкәр 5 ұсынылған тақырыптың бірін таңдап, Қазылар алқасының шешімі бойынша бірінші орынға ие болды. Жас өрен жүрегіңнің түбіне терең бойла тақырыбына эссе жазыпты. Жүрегіңнің түбіне терең бойла тақырыбын таңдадым. Өйткені маған осы тақырып оңайырақ көрінді. Өзіме жазуға. Әрине мен мұнда да күткен жоқпын орын аламын деп. Ақиқат құндылығына сене отырып жаздым. Онда мен осы өмірде, шынайы өмірден мысалдар алдым. Өзімнің құрбым туралы жаздым. Биыл өңір намысын аудан мектептерінің оқушылары да қорғады. Іңкәр Ермекті дайындаған ұстаздың айтуынша, бойжеткен үшін бұл сын қиындық туғызған жоқ. 5 құндылықтар негізінде біреуін таңдап, Іңкәр сол барысында, яғни олимпиада барысында тақырыптарды білген жоқ олар арнайы. Сол жерде таңдап, сол негізінде эссе жазып 2 сағат көлемінде өздерінің ойларын, ішкі әлемдерін аша білді. Және де осы олимпиаданың мақсаты жалпы рухани адамгершілік құндылыққа қазіргі жастарды тәрбиелеу болып табылады. Өзін тану пән олимпиадасы осымен 3-ші жыл қатарынан өткізіліп келеді. Шараға 7 мен 9-ші сынып аралығында оқитын оқушылар қатысады. Аманжол Нұртазин, Ерлан Қалиев, ақпарат.